Қоянға жүріс керек. Бір қоян көрінді екен. Бісміллә деп алып қоямыз. Тоқтап қою керек. Осылай. Бисмиллахиррахманиррахим. Қул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Садақаллахул азим. Субхана раббика раббил ғиззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум баршаңа. Қарашаның аяғы 2025 жыл. Иншаллах. Алла бұйыртып, бүгін өзім қару-жарағымды алып, қармақтарымды алып, аңға шықтым. Бұл Теректі ауданы, Ақсуат ауылының тұсынан өтіп бара жатырмыз. Аңшы қожалығынан кеше жолдама билетті алдым. Бағасы 4.500 теңге тұрады. Қоян атуға. Оқ-дәрімді дайындап алдым барлығын. Бұл аңшы қожалығы Теректі 1 деп аталады. Қателеспесем, екінші рет шығуым. Бірінші қыста, биыл қыста шықтым қоянға жігіттермен. Бүгін енді бұйыртып өзім бара жатырмын. Апа бара алмады. Баубек мектепте. Жігіттердің қолдары тимеді. Бүгін және жұмыс күні ғой енді. Жұмыс күні. Мен өзімде кезінде прокуратурада жасағанда осыны армандаған болатым. Жалпы кез келген уақытта өзің бір қалаған нәрсеге шығып кетуге. Демалыс күні күтпей. Сол күнге де міне жеттік. Жоспар енді мына далалық жер, мына орман, сәл бір орманшықтар, ағаш бұталарының арасын кезіп, тоғайларды қарап, жазық далаға шығып, жалпы қоян қарап болса алу. Ар жағында көре жатармыз. Бүгін Қарасуға, Шортанға да барып жетіп қалармын, бұйыртса көреміз. ИЖ 54 12 калибр 1968 жылы шығарылған. ИЖ 54 деген осы шетелге шығарылған. Міне дайын. Мынаны былай шешіп аламыз. Белдігін қазір ол ілініп тұрады. Белбеу болғаны жақсы, өйткені мылтық өте жеңіл емес, ауырлау. Жүріп ауын аулауға қолға күш түсірмеген дұрыс болады. Да тек екі тесік қой. Екі тесік жасаған. Оқтарым енді 12 калибрға арналған. Ол жерде мынау қазға да 2.0 қоянға да арналған. Бісміллә деп алып қоямыз. Оқтап қою керек.
asынып аламыз. Asınıp alamız. Қолдақты киіп аламыз. Так, машинаны кілтедім. Рюкзакты алдым, пакет алдым, пышақ алдым. Қоянды бауыздайтын барлығын алдым. Ал кеттік. Жүрейік енді. Бисмилля. Жолымыз болсын. Ал, басқа жерге келдік. Бұл жер Қарасудың қасы, Қарасу деп аталады. Сол Теректі ауданында. Шеде жүріп қайтайық. Қарасуға жайырақ барым. Қоян іздейік бірінші. Қоян іздейік. Салып қойдым. Бір қоян кетті. Әнді кетіп батыр, әппақ болып. Болды, шөптің арасынан көрінбей кетті. Қоян әппақ. Бір қоян кетті, бірақ өте алыстан шапты. Күн шықты, күн жылына бастады. Бана желден тоңып еді, мен сылай бастадым. Сылай бастадым. Бір қоян көрдім. Бірақ алыстан алып тұр. Ор қоян үлкен ғой және. Кәдімгідей. Сылақ кеттім, жакетін шеттейді жағын. Жерімді алыстап кеттім. Ертен шықты осы шіріккен арасынан. Алыстан үркіде. Үркітіп саған болып тұр ғой. Аңшылар. Алыстан кетті ғой. Манадан жүрік. Қоян алыстан қашты. Қоянға жүріс керек. Біраз жерден қашты ғой, 300 бе, 400 бе. Қорқып саған ба, қоян аз ба. Қар жоқ әзірге, күн жылы. Төмен жайлат. Жыртқыш аз. Керек екен е. Жүріс керек, жүріс.
Балық түспеді. Оянға тигізе алмадым. Шай ішіп отырмын енді. Жұмыртқа, нан, құйрық май бар. Шай. Тағы бір-екі сағат жүріп қайтамын жерде. Қоян қарап қайтамыз. Жалтырауыққа да ештеңе жоқ. Шауып қатып жатыр.